Мен Түркістан облысы, Арыс қаласы, Садықбек Адамбеков атындағы жалпы орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Долходжаева Жанар Райқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының ұлттық бас киімдері. Оқу мақсатына келетін болсақ, ұлттық бас киім және оның түрлері мен ерекшеліктері. Жалпы осы ұлттық бас киім ерекшеліктер туралы білімдерін толықтыру, ұлттық өнерді, ұлттық құндылықтарды қадірлеуге үйрету. Қазақ халқының ұлттық бас киім түрлеріне келетін болсақ, жалпы үлкен екі топқа бөлінеді. Ерлер бас киімдері және әйелдер бас киімдері. Ерлер бас киімдерін атап өтетін болсақ, айырғалпақ, тақия, бөрік, құлақшын, тымақ, малақай, шалма. Әйелдер бас киіміне тоқталып өтетін болсам, қыздар, кимешек, тақия, сәукеле, бөрік, орамал. Қазақтың ұлттық бас киімдері бұл жалпы ең әдемі киім ұлтының киімі деп бекер айтылмаған екен. Қазақ ғұрпында бас киім көріктілікпен, сәнділікті, баршылықты білдіретін қасиетті киім санаған. Соншалықты бас киімді қадірлеп құрметтегені, ертеде бас киімді е анасы не болмаса жары ғана қолмен ұстап әперілген екен. Қазақ халқы бас киімді өте қадірлеп құрметтеген. Сол бас киімді қалай күткенге байланысты адамның басындағы бағы ұзағырақ тұрады екен. Бас киімдерге кішкене түсініктеме беріп өтетін болсақ, қыздар, айырғалпақ ерлердің киізден тігілген жеңіл бас киімі. Жалпы айырғалпақ жұқа етіп басылған ақ киізден тігіледі. Алмақтың төбесіне қара не басқа түсті шашақ тағып, төбесінің 4 сайы әртүрлі жібек жіптермен кестеленіп отыратын болған. Ақ киізден тігілген айырғалпақ әрі жеңіл, әрі салқын, әрі сәнді болып келеді екен. Соңғы кезде жергілікті өнеркәсіп орындарында айырғалпақты әр түсті киізден жасап шығарып отыр. Тақия ерлердің жеңіл бас киімі. Тақияның түрлері өте көп. Биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Тақия мыжылмай өз формасын сақтап тұру үшін, оның астары мен қос астарын беттестіріп, жиі етіп сырып тігеді. Одан кейін тысын жауып, шетін басқа түсті матамен әдіптеп көмкереміз. Сайлардың және тақияның төбесі мен етегінің қоспа тігістері білінбеу үшін сол тігістерді бастыра жіппен әдемілеп шалып тігеміз. Қазіргі кезде жергілікті кәсіпорындардың барлығында. Ал енді қыздар, бөрікке тоқталып өтетін болсақ, бөрік қазақтың ертеден қалыптасқан ұлттық бас киімі. Оны бағалы аң терісінен және жас төлдің елтірісіне тігетін болған. Оның жаздық және қыстық түрлері болады. Терінің түріне қарай бөрік әр алуан аталады. Қазіргі кезде жергілікті кәсіпорындардың барлығы әртүрлі тақия жасап шығарып жатыр. Тымаққа тоқталып өтейін, қыздар, ерлердің қысқы бас киімі. Оны аңның малдың терісінен тігілетін болған. Тымақ биік төбелі, маңдайы 2 құлағы бар, желке жатаны жауып тұратын, артқы етектен тұратын, аңның малдың терісінен тігілген қысқа бас киім болып саналады. Суықтан, бораннан қорғайтындай мол пішіледі. Сыртына берік және жақсы қымбат маталардан тыстайды. Бұл тымақтың өзіндік қасиеттері бар, Сол тымақтың өзіндік қасиеттеріне тоқталып өтетін болсақ, қыздар, ертеде апаларымыз, жеңгелеріміз нәрестені шала босанатын болған. Сол шала босанылған нәрестені тымаққа салып, аталарымыз, әжелеріміз 9 ай 9 күнге жеткенше осы тымақтың қасиеті өте керемет болған.
Мұрақ бас киіміне тоқталайық. Жай уақытта киюге қолайсыз. Мұрақ жайында мақал мәтелдер өте көп қыздар. Мысалға, хандар киер мұрақты, қараша киер құрақты. Қалмақ абзалы мұрақ, көрпе абзалы құрақ дейді. Мұраққа қарап халқы мансапты, керемет, бай адамдарды сол бас киімге қарап білетін болған. Мұрақ қалпағы мысалға елбасы, төре, би, ауыл-ауылдың жаңағы билері киген. Малақай, ерлердің салқынға киетін бас киімі. Оны құндыз бұлғын, сусар, жанат, түлкі, қарсақ, суыр, тағы басқа аңдар мен құлын бұзаудың терісінен, қозы мен лақтың елтірісінен тігілетін болған. Малақай маңдайдан екі құлағы мен төбесінен және артқы құлағына дейін ұзын болып келеді. Күлпара бас киімі. Жел, су өткізбес үшін басқа жамылатын киімнің түрі. Қаттама дұлығалар күлпара пішінді жасалып, жібек матадан тігілген. Астарының ішінде жүн, мақта, кіреуке үзектері салынған. Кейде бетті қорғау үшін маңдайдан төмен темір тілшелер орнатылатын болған. Жаңағы қыздар, осы енді жаңа айтылып өтілгеннің барлығы ер адамдардың бас киімі. Енді әйелдердің ұлттық бас киімдеріне тоқталып кетейік. Соның бірі сәукеле. Сәукеле бұл әйелдердің бас киімі. Ол сәукелені қызды ұзатылған кезде оның жанына еріп жүретін құрбылары барлығы сәукеле киетін болған. Оны асыл тас, алтын, күміс, меруерт, маржанмен өрнектеп, алтын жіппен әшекейлейтін болған. Сәукеленің төбесінің биіктігі 2 сүйем, кейде одан да биік болады. Сәукелені өлшеп пішіп алып, ішіне астар тігіп, жағына бидай шүберек қойған. Бұл сәукелені негізі қазір заман ағымына қарай сәукеле болып аталып кеткен. Ал ертеде қыз баланы ұзатқан кезде сәукеленің биіктігі өте биік болғанда келін болып түсетін ауыл сол аман есен, келін аман есен келе жатыр деген ұғымнан алынған. Сау келе жатыр деген. Қазір сәукеле деп аталады. Кимешек. Кимешектің түрлері қыздар өте көп. Соның ішінде біз ең жаңағы керемет, яғни бағалы, құнды 3 түріне тоқталып өтейік. Кимешектің нар кимешек, әз кимешек, сәнді кимешек. Ең өсіп өнген, бала шағасы өскен, немере, шөбере сүйген әжелеріміз осы нар кимешекті киетін болған. Ол нар кимешектің басқа кимешектерге қарағанда сәндеу, яғни өте бағалы тастармен, қымбат маталармен көмкеріліп тігілген. Әз кимешекке тоқталатын болсақ, әз кимешектің сәндеу жұмыстары басқаша сәнделген. Бұл әз кимешектің жоғарғы төбе жағында қосымша былғары немесе масаты маталардан сәндеп тігіліп отқан. Сәнді кимешекке келетін болсақ қыздар, сәнді кимешектің жоғарғы жағында бұны жас келіншектер, әлі бала сүймеген келіндер көтерген, киетін болған. Басындағы кимешекті матаны жоғарғы жағын орау арқылы төменгі жағына иықтан кеуденің барын жауып тұратын, бірақ өте қазақтың ұлттық ою-өрнегін нақышта орнататын болған. Мінекей, кимешек, жалпы кимешектің Қазақстанда бұрама жаулық, иекше атауларда көптеп кездесіп отырады. Бөрік. Бөрік бұл жаңағы қыздардың киетін бас киімі. Жиегіне аң терісін салған, төбесіне үкі қадалған, сырты әшекейленген қыздар мен жас келіншектер киетін болған. Бұл бөріктің жалпы
жаңағы жоғарғы жағына үкі тағылатын болған. Қыздар киген бөріктің, келіншектер киген бөріктің айырмашылығы екеуінің қыздарға үкідей үлбіреген деген жаңағы атқа лайық болсын деп тек үкінің ғана жаңағы үкісін таққан. Тақия. Тақия қызыл, жасыл, көгілдір түсті, шұға, мауыт, мақпалдан ұлттық өрнек салып тіккен қыздардың үкілі жаздық бас киімі болып табылады. Айшықты зерлі түрлері болады. Бұл тақиялардың жалпы ерлер тақияларымен қыз балалардың, болмаса әйелдердің тақияларының бір-бірінен айырмашылығына тоқталып кететін болсам, қыздар, бұл ерлердің бас киімі, яғни тақиясы, ол құлақшынның және жаңағы бөріктің ішінен киетін болған ер азаматтар, сол үшін оны өте жұқа матадан тігілетін болған. Ал қыздар киетін тақия ол жаңағы қалың пұлыш, қымбат маталардан әрлеп тігетін болған. Шалма. Бұл шалма бас киімі. Түбіттен тоқылған әйелдердің мойын орағышы деп табылған. Жалпы қазір заманауи ағымына байланысты, мысалға, шалма дегенді қазір келіншектер көптеген орамалдардың барлығын маңдайына байлау арқылы жоғарғы жағын, төбе жағын шашты түйіп, сол шашпен жаңағы бастың ортасына орамалдың ұзын жағын орап, бір-біріне жаңағы байлап қоятын болған. Қазір сол орамалдың түрлерін шалма деп атайды. Осы қазақтың ұлттық бас киімдері туралы кішкене нақыл сөздерге тоқтап өтетін болсақ, күлпара басымда пұшпақ тымақ, ішкі бауын өткізген тесік құлақ. Тобылғыдан кесіп ап, жіппен қадап, артын бірге қыстырған бар құрысқақ. Хандар киер мұрақты, қараша киер құрақты. Қалмақ абзалы мұрақ, көрпе абзалы құрақ.